Ағымдағы жылдың 8 мамырында мемлекет басшысы экономиканы ырықтандыру туралы жарлығына қол қойды. Онда Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік еркіндігін қамтамасыз ететін жаңа құқықтық, экономикалық және әлеуметтік кепілдіктер айқындалды. Сондай-ақ экономикалық қылмыстарды қылмыссыздандыру жөніндегі жұмысты жалғастыру тапсырылды. Бұл Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінен кейбір баптарды алып тастау процесін білдіреді. Жарлықты орындауда прокуратураға ерекше рөл берілген. Бүгін біз оның не екенін түсіндіреміз. Сонымен, оның міндеті мемлекеттік және құқық қорғау органдарының сіздің заңды кәсіпкерлік қызметіңізге араласпауы. Сіз үшін біз оны қамтамасыз етеміз. Сіздің бизнесіңізді және инвестицияларыңызды қорғау үшін жарлықта прокуратура ұсынылған және құралдар көрсетілді. Бұл бизнеске қатысты қылмыстық істерді тіркеуде қойылатын талаптарды қатаңдату, тыйым салу және шектеу шараларын прокурорлармен келісу және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғау, сондай-ақ тексерулерді тағайындау және мемлекеттік органдардың инвесторларға талап арыздарын енгізу. Осы бағыттағы прокуратураның атқарған жұмыстары туралы толығырақ тоқталсақ. Біріншіден, қылмыстық процесте кәсіпкерлерге қысымды алып тастау. Ол үшін заңдар өзгертілді. 36 экономикалық құрам жеңілдетілді. Қылмыстық кодекстің бірқатар баптары алынып тасталды. Салық қылмыстары бойынша залал шегі ұлғайтылды. Енді экономикалық қылмыстық құқық бұзушылықтарды қылмыссыздандыру бойынша түзетулердің жаңа пакеті әзірленуде. Айта кетерлігі, 2022 жылдан бастап бас прокурордың нұсқауы бойынша қылмыстық істер қаржылық тексеріс, ревизия немесе аудит материалдары бойынша қозғалмайды, егер олардың қорытындыларына азаматтар сотқа шағым жолдамаса. Енді бұл тәсілдер қылмыстық процестік кодекстерде көзделетін болады. Екіншіден, бизнесті заңсыз тексерулерден қорғау және әкімшілік кедергілерді азайту. Бұл нені білдіреді? Тексерулер субъектілері мен объектілерінің бірыңғай тізілімі ақпараттық жүйесінде барлық тексерулер тіркеуден өтеді. Егер олар үшін негіздер болмаса, онда бақылаушы органға тексерісті тіркеуден автоматты түрде бас тартылады. Барлық прокуратураларда кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі мобильді топтар кезекшілік етеді. Олар 24/7 режимінде бизнестің сигналдары мен шағымдары бойынша шығады, кеңес береді, уәкілетті органдардың бұзушылықтарына дереу ден қояды. Үшінші, өткен жылдан бастап ел президенті прокурорлар үшін қадағалаудың жаңа бағыты инвесторлар құқықтарын сақтауды белгіледі. Инвесторлармен диалогты жеңілдету және ашықтық үшін әр өңірде прокуратуралар жанынан фронт-офистер құрылды. Олармен онлайн байланыс жолға қойылды. Бұл алаң нақты әрекет етуде. Біз инвестициялық жобаларды кедергісіз іске асыру үшін жасыл дәліз енгіздік. Яғни инвесторлар рәсімдерді жеңілдетілген түрде өтеді. Осы жылдан бастап инвесторларға қатысты мемлекеттік органдар шешімдеріне прокурорлық сүзгі енгізілді. Енді инвесторлардың жағдайын нашарлататын кез келген тыйымдар мен шектеулер алдымен прокурорлармен келісіледі. Айтылған нәтижелер бұл Қазақстан прокуратурасының бизнесті қорғау бойынша жүргізіп жатқан жұмыстарының бір бөлігі ғана. Есіңізде болсын, сіз әрқашан бизнесіңізді мемлекет тарапынан кепілдендірілген қорғауға құқығыңыз бар.